Армысыздар айбынды алаш елі, өнегелі мұрасын өлтірмеген ұрпақтан ұрпаққа дәріптеп келе жатқан қазыналы қазақ жұрты. Бүгін сіздерге қазақ халқының ұлттық ойынның бірі ақсүйек туралы ақпарат береміз. Ұлттық ойын ақсүйек туралы ақпараттық сағатымызды бастауға рұқсат етіңіздер. Ақсүйек ұлттық ойын. Ойын жаздың айсыз қараңғы түнінде ойналады. Кең алаң таңдалып алынады. Ойын жүргізу үшін ірі қараның, жылқының, түйенің кепкеншілік сүйегі керек. Ойынға қатынасушылар екі топқа бөлінеді. Әр топ өзіне бастық сайлап алады. Ойынды кім бірінші болып бастайтыны екі топтың басшыларының жеребесі арқылы шешіледі. Әр топ өз көмбесін белгілейді. Екі топтың ойыншылары алаңға арқаларын беріп сапқа тұрады. Бірінші болып ойын бастауға мүмкіншілік алған топтың бастығы сүйекті алыстата лақтырады. Екі топтың ойыншылары сүйекті іздеуге кетеді. Сүйекті кім бұрын тауып алса, сол көмбеге қарай жүгіреді. Қалғандары оны қуады. Қарсы жақтың ойыншысы жетіп сүйекті алатын болса, бар күшін салып, оны өз көмбесіне жеткізуге тырысады. Топтың басқа ойыншылары да көмекке келеді. Ойын жалғасып қайталанып ойналады. Ойын жастарды қараңғыда бағдарды мөлшерді айыра білуге, тез жылдам жүгіруге үйретеді. Сонымен қатар қазақтың ұлттық ақсүйек ойыны той-томалақ болған үйлерде, ауылдарда ерекше ойнатылған. Ол кезде мақсат жастардың бір-бірімен тіл табысу үшін де осы ойынның көмегі қажет болған. Назарларыңызға рахмет. Ұлттық ойынымыз ақсүйекті ұмытпайық. Әрдайым ойнап, ұрпақтан ұрпақтарға дәріптеуге тырысайық. Аман, сау болыңыздар. Ақсүйек ұлттық ойыны туралы ақпараттық сағатымыз осымен аяқталды.